Құран адамды сақтайды. Өйткені мен әрқашанда айтамын, Құран ешқашанда аузы таза болмаған, жалпы өзі таза болмаған адамға қонбайды. Құран ондай өзін түсірмейді. Бұл бір хикметі Құранның. Алла тағала бермейді ол нығметті. Қалай мына орамалды солай нығмет деп айтып отырмын. Құран да дәл солай. Әлі үйрене алмай жатырмын, тілім келмей жатыр демек, сіз бірінші өзіңізді дұрыстауыңыз керексіз. Қалай өзіңізді дұрыстайсыз? Өте оңай жатталады негізі Құран. Өте оңай түсінесіз, ары қарай тез алып кетесіз. Жаңағы нелер, қонымды нәрсе екен мынау. Айтып жатқаныңыз. Пайғамбарымыз заманында мүшрикиндер өте керемет, мықты араб тілінің мамандары болған ғой, тақпақ жазатын болған. Неге Құран жаттай алмады? Айтпай жаттап кететін еді ғой. Олар күнде қанша жүздеген жол, тақпақ жолдарын жаттап айтып жүрген адамдар ғой. Біз енді қазір ақындар айтыскерлер секілді, мысалы үшін. Субханалла, өткенде айтамын да, бір кешеде бір ақын ханым келді.